2019 жыл Қазақстанда жастар жылы деп жарияланды. Қарағанды аймағында ауқымды жұмыстар жоспарланып отыр. Жастар туралы электронды база жұмысы қолға алынды. Оған облысымыздың 14-тен 29 жасқа дейінгі 300 мыңға жуық тұрғын туралы дерек енгізіледі. Бұл жоба арқылы олар атаулы әлеуметтік көмекке оңай қол жеткізеді. Статистика мәліметтеріне сүйенсек, жастар жұмыспен қамту орталықтарына бара қоймайды екен. Қайда жұмыс тоқтатпай, ол бағытта жұмыс істейтін боламыз. Ең басты осы жастарға адрестік көмек. Егер жастарымыз жұмыссыз қалса, қайда бару керек? Бизнес ашқысы келсе, қайда бару? Ол үшін электрондық гид, мобильдік приложение ұсынысын жасайтын боламыз. Бұл осы жылдың аяғына шейін іске асатын болады. Енді келесі жылда осы әсіресе жастарымыз жұмысты жою, жастарымызды ниетсіз жастардың санын азайту, осы бағытта жұмыс істейтін боламыз. Бұл мобильді қосымшаны алғашқылардың бірі болып біздің аймақ іске қосады. Жастар саясаты мәселелері бойынша басқарма мамандары ағымдағы жылы бұл бағытта үлкен жұмыс атқарылғанын атап өтті. Мысалы, өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыз жастар саны 5-тен 4,6%-ға төмендеген. Дегенмен қоғамдық кеңес өкілдері әлі де шешілмеген проблемалар баршылық дейді. Молодежь может быть креативной, это здорово, это надо всегда поддерживать, но надо помочь молодежи. Жастар өте белсенді, бұл бізді қуантады. Алайда оларға жан-жақты қолдау көрсетуіміз керек. Ипотека, баспана өте қымбат, жастарға ақша табу қиын. Жаңа ғана оқу бітірген азамат бірден жалақысы жоғары жұмысқа орналаса алмайды. Өйткені оның тәжірибесі жоқ. Сондықтан бұл мәселелерді бірлесіп шешу қажет. Облыстық қоғамдық кеңес мүшелері Қарағанды жоғарғы оқу орындарында оқу бағасы қымбат екенін алға тартты. Сондықтан түлектер шетелдерге оқуға кетіп, сол жақтарда жұмысқа қалады. Жастар саясаты саласындағы биылғы жылдың қорытындысы облыс әкімінің дәстүрлі қайнар сыйлығында айтылатын болады. Райхан Сайрамбек, Еркелан Тойболдин, Роман Капылов, Сарыарқа.